That girl. Олар күнделікті өмірін осылай сүретін, өзін күтетін, үнемі даму үстінде жүретін қыздар. Олардың ұстанатын, күнделікті таңертең жасайтын әдеттерін бүгін мен қайталайтын боламын. Ендеше барлықтарыңызға қайырлы таң, сіздермен бірге Queen Saya. Ұйқыдан тұрған түріме мән бермеңіздер. Ең біріншісі ол дұрыс ұйықтау. Маңыздысы уақытылы ұйқы. Өтірік айтпай қояйын, жаз айы болған соң мен ұйқыға өте кеш жатамын. Және сәйкесінше таңертең кеш тұрамын. Ал бүгін мен that girl өмірін сүретін болғандықтан таңертең ұйқыға жетіде ояндым. Көргендеріңізде киімімді ауыстырдым және видеода әдемі көріну үшін шашымды тарай бастадым. Және де бұл қыздар үшін тағы да бір маңызды дүниелердің бірі тазалық. Тазалық денсаулық кепілі деп айтып жатады ғой, дәл солайынан. Сол үшін де мен остырғанда ұйқыдан тұрып, төсегімді жинап жатырмын. Негізінде күнделікті өмірде мен ұйқыдан тұрғаннан кейін бірден төсегім жинамаймын. Мен сол төсекте әлі жарты сағат былай жатам, телефон қараймын, содан кейін барып оянам. Алайда мен бүгін that girlмын, сол үшін мен бірден тұрып төсегімді жинадым. Одан кейін қатты беріліп кеттім, столдың үстін жинап бастадым. Почему-то. Одан кейін беріліп кеткенім соншама шкафты жинай бастадым. Негізінен қатты беріліп кеткен жоқпын, өйткені ол жер қатты шашылып қалған. Шашылғанда маған ыңғайсыз болып тұрды видео түсіру. Сол үшін бірден дұрысы жинап тастайын дедім. Сонымен қатар менің бөлмем осылай таза болды. Сонымен қатар деп айтып жатырғаным, ең алдымен таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін жылы бөлме температурасындағы су ішу керек. Өйткені ол денсаулыққа өте пайдалы. Сонымен қатар адамның терісін жақсартады. Және де көп қыздардың стористарынан таңертең суды көруге болады. Өйткені ол өте ағзаға пайдалы. Сіздерге де кеңес беремін. Одан кейін мен уақыт жоғалтпайын деп бірден ыдысқа су құйып, жұмыртқаларды қайнатып бастадым. Өйткені мен жуынып келемін дегенше қайнап тұрсын. Мен өзімнің естуім бойынша жұмыртқаны 15 минутқа қойып жатырмын. Сіздер қанша уақытта қайнатасыздар, комментарий жаза кетіңіздер. Мен ең алдымен жуынбас бұрын шашымды жинап алдым, чтобы кедергі жасамас үшін. Содан кейін қарапайым сумен бетімді тазалап жуып жатырмын. Бүгін мен бет жуымды ең алдымен күндегідей бет жуатын құралмен және умывашкамен бастадым. Менде осындай бет жуатын арнайы массаж жасап тұрып жуатын құрал бар. Және де қарапайым умывашкамен жуып жатырмын. Ең бірінші бетті осылай тазалап аламын. Кейін осындай пирамида тәріздес масканы бетіме жағып жатырмын. Ол тазалауға арналған, және де ең ерекшесі оны осылай қолмен жақсаң ыңғайлы. Бұл масканың тағы да бір ерекшеліктерінің бірі, ол тазартуға арналған, яғни бетті тазартады, жұмсартады, және жақсы қылады. Маған қатты ұнаған себебі бұл белый глинаға ұқсайды текстурасы, бірақ өте жеңіл. Және де бұл Pinterest'тегі that girl фотолары. Байқағандарыңыздай, мен бірден таңғы асқа көштім. Негізінен былай күнделікті өмірде мен таңғы асты дайындап, пісіріп дегендерді ұнатпаймын. Шынымды айтсам, ерінем. Бірақ бүгін мен that girl болғандықтан осындай шамалы тырыстым. Тойымды тамақ жасадым, және де кофе дайындадым өзіме, папаға шай дайындадым. Вот.
Мен бірден ноутбугымды алып, өзімнің шаруаларыма кірістім, және ол шаруаларды жасаған кезде мен осындай тканевый масканы қолданамын деп шештім. Өйткені байқағандарыңыздай That Girl всегда маска тағып жүреді. Білмеймін неге екенін, үнемі олар маска тағады, беттеріне қатты күтім жасайды. Сол үшін де мен екінші масканы, яғни осындай тканевый масканы тағамын деп шештім. Бұл масканың бағанағы маскадан ерекшелігі ол ылғалдандырушы, яғни увлажняющий маска. Сол үшін менің қорқақ теріме бұл таптырмас құрал десек те болады. Мен үнемі осындай маскаларды қолданамын, басқа видеоларына байқасаңыздар да. Бірақ маған бір ұнамайтыны, бұл маскадан кейін таққан кезде фотоға, видеоға түскенде түрің странный болып тұрады. Еще мына маска маған бетіме дәума бірдеңе артықтарын көріп тұрсыздар ма? Және мен осы масканы тағып отырып, сабағымды жазып бастадым. Қазақстан тарихынан конспектілеп бастап жазып жүрмін. Уже бүгін екінші күн, ладно, үшінші күн, 2-3 күндей болды, бірақ бірінші күні мен тым дұрыс жазған жоқпын, еріндім. Екінші күні жақсы жаздым. Бүгін үшінші күні жазамын деп шештім. Және де сабақ жазып отырған кезде қызық болу үшін мен осындай лофай музыкаларды қостым. Кедергі келтірмейтін, өте әдемі. Және де осындай қазақша лофай музыка тауып алдым. Сіздерге де кеңес беремін, өте әдемі. Вот менің Қазақстан тарихтан жазып жатқан конспектілерім. Мен келесі жылы, яғни 2022-де ұбт тапсыратын болғандықтан, қазірден дайындықты бастап жатырмын. Үшінші күнім дайындықты бастағанға. Сәттілік тілесеңіздер, барлықтарыңыз рахмет. Комментарийға сәттілік деп жаза кетсеңіздер болады. Менің тамағыма мән бермейсіздер деген ойдамын. Остырғанда қатты қарлығып, дауысым өзгеріп бара жатыр. Вот мен сабағымды жазып болдым. Масканы да шештім. Бүгін мені мектепке 9-ға шақырған болатын. Сағат уже 8:30-дардан кетті. Мен жиналып бастап жатырмын. Ең алдымен мен бетіме BB крем жағамын. Ол өте жеңіл және тональныйға қарағанда кәдімгі крем сияқты болып тұрады. Осындай BB крем. Кейін ылғалданып тұрған бьюти блендерді алып, бетімізді жағып шығамыз. Мен өзім күнделікті қалай боянам, солай көрсетіп жатырмын сіздерге. Профессионалды тұрғыда емес әрине, бірақ өзім қалай үйрендім, қалай күнделікті боянамын, солай көрсетіп жатырмын. Кейін мен осындай бальзам для губ алып, ерніме жағамын. Енді көзімді бояймын, ол үшін осындай кисточканы аламыз, және де ақшыл розовый цветті аламыз. Ол көзімізде мүлде көрінбейді десек те болады, бірақ өте әдемі жылтыр түс беріп тұрады, қызғыш. Сол үшін оны жай жағамыз. Қатты анық қылып түсін шығармай, жай білдіртпей жағамыз. Кейін осындай қас бояуға арналған кисточканы аламыз, және де өзіміздің қасымызға сәйкес келетін түсте теңді аламыз. Менің случайымда тең, сонымен қасымызды бояп шығамыз. Кейін осындай стрелка суға арналған подводканы аламыз, және де жіңішке өте білінбейтін қылып стрелка сызамыз. Өйткені біз мектепке бара жатырмыз, қатты білінетін керек емес деп ойлаймын. Вот осымен біздің макияжымыз, прическамыз дайын. Осылай киініп алдым, және де мектепке барамыз. Вот мені папам мектепке апарып тастады, және мектепке барып біз кітап алған болатынбыз 11-ші сыныптың. Бүгін мен That Girl болып мектепте жүрмін. Осылайша менің таным аяқталды. Егер сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен үйге қайттым.
Көргендеріңіз үшін барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Queen Saya. Мен сіздерді жақсы көремін.